Жалпы былай қараймын да, қазақ кәсіпкерлер өзі зона комфортаға жатып алған сияқты да, как бы енді көшпенділер деп айтады. Э, андай кәсіпкерлер бүйтіп енді ата бабаларымыз көшіп қонып жүрді, не істеп жүрді, бірақ өзім жақында мысалы Қытай халқына барып келдік, біз Гуанчжоуды аралап келдік, Гонконгқа барып келдік, Кантонский выставкаға қатысып, и сол жақтағы местный қазақ жігіттермен сөйлесемін да, жалпы қалай енді бізге айтады, бізге вообще Қазақстан рыногы қызық емес дейді, біз вообще Қытайдан алып шетелге сатамыз, вообще Африкаға сатамыз, Европаға сатамыз дейді, бізге сол рынок қызықты. И уже қарасам, уже тұрып жатқандарына 10-13 жыл болған. ақш-қа да барғанда да қарасақ, қырғыз, өзбек кәсіпкерлері уже баяғыда кетіп қалған да. Мен өзім мысалы ресторан саласында жүргеннен кейін, олар уже 3-4 ресторан ашып алған, қонақ үй ашып алған. Біз сонда былай, вроде біз енді өте былай алғыр халықпыз қазақ, бірақ отырықшы бір зона комфортқа кіріп кеткендейміз да. Осыны қалай түсінуге болады жалпы? Жалпы адамның өмірі 4 түрлі, біздің ағзамыз бар ғой енді, сол жерде 4 түрлі орган бар. Сол органдардың аймағында айналады адамның өмірі. Бірінші орган ол ақыл. Ақылның аймағында айналатындар, олар зерттегенді, ғылыммен айналысқанды, бір үлкен идеялармен, солармен баса ұрады да. Сол бір идея үшін, бір открытие, бір жаңалық үшін ол жылдарын береді деген секілді. Оның несі сол ақыл. Екіншілер жаңағы не қарын. Тойдырту, өзін тойдырту, туыстарын тойдырту, тойдыртумен ғана жүреді бұлар. Үшіншілер ол жаңағы бұт мәселесі, ол жаңағы әйелім көп болсын, еркегім көп болсын, сол аймақта жүретін өмір мағынасы сол. Төртіншісі ең маңыздысы сол жүрек. Яғни жаңағы иман, құндылық деген сондай неде, кейін Құдайдың алдына барғанда не деймін деген сұрақтар неде. Қазақ халқы енді мынандай нәрсе бар. Бізде жаңағы көшпенділік болды, не болды? Біз малдың артынан жүрдік. Бірақ неге олай болды? Өйткені барлық нәрсені Аллаға, бұрын бабаларымыз былай істеген, Аллаға барын тәуекел жасайды. И бүкіл кәсіпті нені малға салып қояды. Мал өзі жүреді, өзі жаңағы жасайды деген секілді. Бабаларымыз немен айналысқан, зона комфортамен айналыспаған, олар мына жүрек мәселесімен айналысқан. Бірінші 3 мәселені жауып алып, содан кейін ғана жүрекке өтуге болады да. Сондықтан бұлардың бұрын бабаларымыздың андай мышление дейді, ой өрісі былай болған. Мына үшеуін тез жауып алайық, содан кейін жүрекпен айналысайық. Өйткені өмірге мағына беретін нәрсе мына жүрек мәселесі. Мына үшеуі мағына бермейді. Бұл үшеуі өмірден алғым келетін нәрселер. Жүрек мәселесі бұл өмірге жаңағы әлемге бергім келетін нәрсе. Миссия мәселесі. Бұл бірінші мақсат болса, төртіншісі жаңа миссия. Ал қазіргі енді қазақтарға келетін болсақ, мына үшеуін жауып бар жүрекке өткісі келмейді. Жүрек мәселесі жоқ. Енді атеизм болды, коммунизм болды, анау деген секілді. Сондықтан осы үшеуін қайта айнала береді. Қайта айнала береді. Не менің әйел саным көбейсін, не менің жаңағы қарным одан сайын көп нетсін, не мен жаңағы идеяларды нете беремін. Инновация, анау шаба береді. Гарвардқа шейін барады, анда барады, мында барады ізденеді. Бірақ жалпы мағынауи келген уақытта енді өмірің соңында не көргің келеді деген уақытта осы сұраққа жауап бере алмайды да. Сондай мәселе бар да. Мақсаттар. Білім қуа береді да, бірақ определенный уровеньнен ары білім уже ол былай айтқан уақытта мына өлімнен кейінгі мәңгі әлемде не болсын мен қолымда дейтіндей сұраққа жауап жоқ. Тек қана бүкіл мақсаттар осы әлемге ғана байланған болды. Сондаймен жүреді. Сондықтан негізінде кәсіптің жалпы мақсаты Алла тағала берген несі. Мына үшеуін жабу, бірінші үшеуін жабу, жүрекке өту. Негізі кәсіптің жасалатын несі. Сол үшін ғой, мысалы сахабаларға қарайтын болсақ, олар не істеген, бүкіл үшеуін жауып тастаған, байыған и дінмен айналысқан да олар. Сонда рухани әлеммен айналысқан. Неге бізде мысалы Орта Азияда жаңағы үлкен сопы, жаңағы үлкен ғұламалар шыққан, Қожа Ахмет Яссауи секілді, басқа Арыстан баб секілді үлкен кісілер шыққан. Неге шыққан? Өйткені бірінші үшеуін жауып тастаған да олар. Сол үшін ол нете алған. Егер адам аш-жалаңаш болып жүріп, мен рухани нәрсемен айналысам десе, ол өзін алдау мәселесі. Қанша адамдар келеді, маған айтады да, мен дүниемен айналысқым келмейді. Сразу рухани нәрсе өтейші, мен айтамын, жоқ, бір өзің дұрыстабашы, андай тамағыңды, киімді реттеп ал, басың сонымен қатпас, содан кейін руханимен айналысуға болады деймін да. Олай болмайды да. Андай ғой, сөзіңіз алдыңызда жаңағы бірінші жаңағы бір хотя бы бір базовый білім алып ал, ақылды, екінші жаңағыдай хотя үйленіп ал, и үшінші жаңа екінші нәрсе бір хотя бы бір базовый үйін, машинаның, то есть бір кәсібің болсын, тойып ал, үйленіп ал,
нәпсінің артынан қума деген сияқты тойдырып и ары қарай миссиямен айналыс деген сияқты. Одан кейін болады айналысуға жаңағы жүрекке уже өтуге болады, уже Құдаймен сөйлесіп, жаңағы өмір мағынасы не, қайда қызмет етейін, не істейін, өзім не нәрсе арнайын деген сұрақтарға жауап беруге болады. А ол мына нәпсіге байланысты, денеге байланысты нәрселерді шешпейінше, ол рухани нәрсе айналысамын деп быт болады адам. Ол өзі этаптары бар сондай мәселе. Сондықтан ғой айтылады, мысалы ер адам дейді 40 жасқа шейін батыр болу керек дейді, 40-тан кейін ол ақсақал дана болу керек дейді. Оның рөлі бөлек нәрсе ол. 40-қа дейін шабат, қырлады, бүйтеді, түсте дәлелдейді жаңағы елге де, өзіне де, жаңағы ерлерге де, жаңағы әйелдерге де өз дәлелдейді барлығы. Вот 40-тан кейін шапқылаған уже жараспайды адамға. Ол шапқыламау, ол уже дана болу керек, ақсақал болу керек, көп нәрсені көрген адам болу керек, одан адамдар сұрақ сұрау керек деген секілді. Сол нәрселерге жауап беру керек, осымен айналысу керек. А бізде андай ғой, 20-30 жасқа келіп кейбір діни нәрселер бір болады, ақсақал болғысы келеді, әлі 20-да. Или андай 40-тан асып кеткен, бірақ жас көрінгісі келеді да, шошындап кетіп не дейді да. Былай да болмайды, былай да. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар. 40-қа шейін болады шапқылауға. 40-тан кейін уже адам глобальный нәрселермен ойластыру керек. Біз шетелге қарасақ та сондай ғой, мысалы, олар андай батыс мемлекеттеріне қарайтын болса, 40-қа шейін көретін нәрсесін көріп алады, 40-тан кейін уже жаңағындай үлкен нәрселермен айналысады да. Как раз осы сөзіңіз жаңағыдай айтып жатқанда жаңа приоритеттер. Енді біз как бы кәсіпкер болғаннан кейін тоже лернерлікті қосамыз ғой. Біз енді лернер енді орташалау, енді бірақ бір нәрсе маңызды керек болса оқимыз. Сол сіздің жаңағы мини курстарыңызды алып оқып отырамыз да, біз қарап көріп, сол кезде жаңағы сіз бір күшті бір 6 нәрсені ашып едіңіз, жақсы. Бірінші жаңағы айтатыныңыз жаңағы денсаулық деп. Базовый денсаулық, яғни адам пока сен просто денсаулығым бойынша сен атлетичный болу үшін, то есть мен өзім осы нәрсені мен бір сізден осы естідім 2 жыл бұрын, и өзім енгіздім осыны. Яғни мен былай бодибилдер болмай қояйын, там бұлшықеттерім қатты өспей қойсын, бірақ атлетичный болайын, денсаулығым күшті болсын, ұйқым дұрыс болсын, сол денсаулық бойынша чекап жасайын, кітап қандай оқимын. Екінші сіз айттыңыз экспертность дедіңіз. Ақыл, экспертность. Өйткені бір кәсіпкер, мен қараймын, мысалы келеді кәсіпкерлер, енді қарайсың бэкграунды, анан шалған, мынан басын шалған, сен вообще жалпы енді қарасам, мысалы знаменитый там Айдын Рахимбаев болсын, ол енді как-никак строительствоның эксперті, стройканың, қазір енді мектеп салып жатыр, басқа салып жатыр, IT-ға, но все равно ол кісі ненің эксперті там, сол сияқты басқа да айтсақ. И үшінші, осы экспертность бойынша жақсы білім алу керек екен, шынымен де. Прям кітап оқып, сол бойынша жаңағыдай курстар алып, білім алып, мамандық бойынша тереңдету керек. Үшінші нәрсе, қателеспесем, не дедіңіз? Руханият дедіңіз, Уже міне денсаулықпен экспертность толғаннан кейін руханият. Яғни бір сахабаның артынан жүрсен де жұлдыз болып, не ошибешься деген сияқты. Мен қандай кітап оқимын, қанша сүре жаттаймын, қандай нәрселер. Осы маған өзіме қатты өтті, прям өзіме не істеді. Төртінші нәрсе, орта. Араласатын кісілер. Араласатын орта өте маңызды, өйткені кім сен ортаң, қандай ортаң өте маңызды. Жаңа кәсіпкер болсын, жаңа мышлениесі дұрыс адамдар, көзқарасы дұрыс адамдар деген сияқты. И бесінші маған өзіме қатты өткені, как кәсіпкер ретінде, чек кассе. Осы нәрсе өте маңызды өтті, чек кассе. Өйткені шынымен де енді жаңағыдай движение туда, движение сюда деп көп просто андай әрекет. Мен бір жақында бір үлкен кәсіпкер, енді осы буквально 2-3 күн бұрын кездестім, сөйлесіп. Мен ол кісіні ақыл сұрап барғанымда, осылай енді ол кісі бір саласында, енді бір салада жұмыс жасап жатыр да. Сол саладан сұрайын десем, қалай енді мынау сізге жоқ, мен Дастан, ол мен чисто бренд дейді да, ол жұмыс істеп жатқан. Уже 5-6 жыл, ол өз-өзін жауып тұр, кейде минуста. Ал басқа арендалар мені сол покрывает, мен сол доходым дейді. Не зачем мен сізге красавчик болып оны? Жоқ енді осы чек кассе сенің жылдың аяғында 5 жылдан кейін конкретно қолында кэш или счетында қанша ақша болу. Өте маңызды. И 6-шы содан кейін барып 5-еу жаңағы толғаннан кейін 6-шы миссия дедіңіз сіз. Миссия. Осы миссия өте маңызды сияқты, Айтпесе, бұл реттілік негізі андай, былай ғой, мынандай нәрсе айтайыншы, енді біраз ұзақ жауап берем. Мысалы, 3 жаратылыс бар, мысалы, хайуандар әлемі бар, періште әлемі бар, адам әлемі бар, үшеуі не нәрсе бір-біріне айырмашылығы бар. Мысалы, жануарларды алатын болсақ, жануарларға әртүрлі продукт берсеңіздер, жануардың мышлениесі былай, барлығын бір қазанға салады да,
қайната салады да ботқа жасайды да жей салады. Мм. Бұл жануардың несі подходы. Мгм. Періштелерде ақыл бар уже. Жануарлар тек қана нәпсі бар ғой енді. Періштелерде ақыл бар. Ақыл реттілік жақсы көреді. Мм. Періштеге мысалы продукт берсеңіз, енді допустим олар дене бар дейікші, жарайды. Условно, шартты түрде. Продукт берсек, ол әрбір продукттың бөлек-бөлек ретімен жейді. Мм. Басында картошканы жейді, сосын бар пияз жейді, бірақ бөлек-бөлек жейді. Ақыл солай. Мгм. Бірақ адамға продукт берілгенде, ол уже қай продукттың қанша жарты етем, қанша қуырам, қанша қайнатам, қай продукттың бірінші салам қазанға, екінші салам, рецепті біледі да адам деген. Мм. Вот адамға хикмет берілді Алла Тағала тарапынан деген нәрсе бар, мудрость дейді, хикмет. Хикмет деген қай нәрсені қай уақытта қаншалықты мөлшерде қандай ретпен қолданудың ілімі десе де болады. Вот сондай мәселе да. И байқасаңыз, мысалы, осы үш типті де кәсіпкерлер болады. Мысалы, біреу, допустим, бір жерден объем алады, тағы бір нәрсе, барлығын бір қазанға салу мәселесі бар, қайната салу. В общем, көп ресурс алады да, бұрқыратып бір үлкен кәсіп жасаған секілді етеді, бірақ кәсібін өңілсең, полный бардак. Быт-жыт болып жатады. Не рет жоқ, не дым жоқ. Екінші түр кәсіпкерлер болады, өзге ресурс саласың, я өзіне байланысты бір не жасайды, операционкаға қатты кіреді, бірақ масштабты көрмейді. Чисто детальға қатты кіріп кетеді. Періштелер ақылмен былай барын санайды, бухгалтерияға күшті кіреді, складқа жақсы нетеді. Микроменеджмент. Бірақ масштаб, вижн деген ондай нәрсе жоқ оларда. Стратегия. А вот ең дұрыс үшінші тип кәсіпкерлер, олар и операционка жасайды, и вижн жасайды, и қай нәрсені, қай уақытта, қай адамды, қай рөлде, қай жерде, қай отделді қолдану керек екенін жақсы біледі. Осыған адам біраз нету керек дейді, өйткені Аллах Тағала адамға хикмет берген, и хикмет есі барлар ғана ненің қалай дұрыс жасалу керек екенін андай несін біледі. Ол тонкий рецепт та былайша айтқан уақытта. Кез келген кәсіптен, кез келген ілімнен, кез келген жобаның, кез келген миссияның өзінің рецепті болады. Сол рецепт бойынша істеліну керек та. Оны мысалы поварларда, мен бұрын таяуда бір нені естідім. Поварлар мынандай не болады ғой? Қалпақ болады ғой. Оказывается, қалпақтың ол 100 ұшы бар екен, андай бүктелген 100 ұшы. Оның мағынасы бар екен. Неге? Ол қалпақ беріледі, егер сол аспазшы, жаңа повар, жұмыртқадан, обычный жұмыртқа бар, кәдімгі, содан 100 түрлі тағам жасай алса ғана сол қалпақ киюге несі бар екен. Поварлардың заңдылығы бойынша сондай погон қойылады, сол секілді бір нәрсе екен. Имеет право, сондай нәрсе. Мен ойладым, жай жұмыртқа ғой ол. Жай жұмыртқа қалай 100 нәрсені шығарасын. Оказывается, олар рецепті күшті біледі екен. Неше 100 түрлі пісілу жолы бар екен да. Масқара нәрсе ғой, бұл искусство ғой, былайша айтқан уақытта, өнер ғой, бұл үлкен нәрсе. Вот кәсіпкер де, мысалы, кәсіп айналса, бір нәрседен сондай нәрселер, түрлі нәрсені білу керек та. Вот сондай адамдар мына әлемді қимылдата алады. Оларға действительно ресурс берсеңіз, ысырап жасамайды, уақытылы жасайды, аз нәрсе, көп нәрсе жасай алады деген секілді. Адам сондай хикметке нету керек, андай бейімделу керек та, бұл өте маңызды. Әйтпесе андай ғой, ақша, инвестор, анау-мынау, даже коллектив табуға болады, бірақ рецептісін білмесең, сол салада не болмасаң, шашылып қалады да барлық нәрсе. Соңына шейін бармайды да көп нәрсе.